Бастайбыз. Ал құрметті оқушылар, қош келесіңдер. Мына кабинет бізде керамика кабинеті. Мен есімім Нұрдәулет Асқарұлы болады. Дизайнерлер одағының, Еуразиялық дизайнерлер одағының мүшесі боламын. Өнертану магистрмын. Енді мен деген көркем керамикамен айналысамын. Көркем керамикамен уже 10 жылдай болды айналысып келе жатырғанымда. Көркем керамика дегенімізде қыш өнер деп айтамыз біздер деген. Көркем керамиканың былай қарап тұрсаңдар, мына деген мысалы бұғым, бұғымы жаңағы жасауы, оны күйдіруі, оны деген обжект деп айтамыз ғой, күйдіру процестер бар. 3 рет күйдіріп, жаңағындай осындай жұмыстар шығады. Ол жасауының алдында мысалы біздер глина деп айтамыз, саз ғой енді, глина. Сол сазды алып, осындай етіп жұмыстар жасаймыз ғой енді. Мына жерде таныстырып кетейін. Мына жерде бізде муффинный пеш. Мысалы, муффинный пеш дегеніміз, мына ашып көрсеңіз, мынаған деген біздер 1000-1200 градусқа дейін күйдіреміз. 1200 градусқа күйдіргенде ол деген жаңағындай пісіп шығу керек. Ол күйдірілмесе, жаңа жасалған жұмыстар деген су құйғаннан кейін ол деген еріп кетеді жаңағындай. Сондықтан күйдіру процесі осында муффинный пеш, мынау деген бізде вертикальный муффинный пеш. Содан кейін мынау бізде горизонтальный муффинный пеш. Оған деген жаңағы кішкентай жұмыстар болғанда, мысалы кеше ғана күйдірдім. Үстіне күйдірген жұмыстар. Әлі ысты, әлі іштене қарап тұрсаңдар, әртүрлі сасырмайдың бір түрлері мысалы. Осындай түйе ретінде шығарғаным бар. Осындай түйелер. Сосын оларды күйдіріп бастайды. Қазір олар деген тек қана бірінші процеске шықты, күйдіріліп. Жаңағы қоңыр ғой, қарап тұрсаңдар мысалы деген. Ертең мен күйдіргенде осылай айтып қарайды, күйдіреді. Бұл деген молочение деп айтамыз. Сүтпен күйдіру деп айтамыз. Сүтпен күйдіру. Мысалы деген қарап тұрсаңдар, мына сүтпен күйдірілген жұмыстар. Бұның ішінде әлі жұмыстар бар. Жаңағындай әлі құстар. Құсты ретінде шығарғандарымыз бар. Жаңағындай көріп құс ретінде. Әлі құсты жанып тұр, кеше ғана күйдірген. Дауыстары кішкене жіңішке болады, жаңағындай кішкентай жұмыстар болса, жіңішкелер болады. Енді оны жаңағындай тек сүтпен емес күйдіріп, жаңағындай глазурь деп айтамыз, жаңағындай глазурьмен де күйдіру болады. Глазурлар осындай болады, порошковый, жаңағындай жидкий стекло деп айтамыз, оларды жаңағындай глазурлармен, жаңағындай мынандай глазурда бар, ақ глазурда бар, жаңағындай күйдіруге де бар. Бірақ өзімен жаңағындайлы сүтпен күйдіру процесі, молочение айтамыз, ол жаңағындай не үшін керек күйдірілгенде. Ол күйдірілгенде, сүтпен күйдірілгенде мысалы, алай, мысалы жұмыс деген оңай деген жұмыс. Адамның жаңағындай көрдіңдер ма? Мұна қазір деген су құйсаңда өтпейді жаңағындай. Мынау көпшілік ретінде, көпсінер ағаш ретінде шығарғанда. Мысалы, мына жақта деген жердің, аспанда бәрін көрсетілген ағаштың несінде. Өзіміз ат қойған оңай деп. Осындай жұмыстар бар. Мынау құралдар жасайтын әртүрлі адамның, мысалы деген, любой специалистер, мысалы деген, өзін нелер болады, құралдар болады, байлығымыз, осы құралдармен жұмыс жасайын. Мысалы, жаңа көрсетілгенде, мысалы, сүтпен күйдірілмеген уақытындағы жұмыстар, көрсетілген. Енді соңынан кейін сүтпен күйдірілген жұмыстар, мысалы, сұпындар бөлек болады, мысалы, оригинальны. Әртүрлі. Сүтпен күйдірілгендер қандай керемет. Өзінің қоңыр түсі бар, жаңағындай.
осындай түрде бар. Енді ұлан деген акаринада деп айтады, бізде енді қазақта сассарнай деп айтады. Бірінің өзінің ноталары бар. Тоже жаңағындай штамп ретінде шығарған, бірақ сүтпен күйдірген, түсі қандай керемет. Көп тұрғанда мынандай жұмыстар бар, түйе, мысалы 2 өркешімен тұрған бар жолға жағында да. Мына жерде мысалы жылқылар тұр, 3 жылқы. Ол бәрі сол бір композицияның үйлері, олар да бәрі сүтпен күйдірілгендер. Енді мұнда сүтпен күйдірілген, бірақ деген жұмыстардың бәрін қарасаңдар, бәрі де жаңағындай звериный стиль деп айтамыз, аң стилі. Сол аң стиліне байланысты жасалған жұмыстарым ғой. Зерттеп, жаңағындай ерекше өзінің жұмыстарын осылар бәрі. Мысалы деген мына жерде Шыңғыс ханның несін бейнесін жасаған жұмыстарым бар. Артында ашқан. Енді құмыра ретінде жасалған. Декоративный ретінде. Бұл бізде түйенің несімен шығарған жұмыстарым ғой. Так, осындай жұмыстарым бар енді. Жасалып жатыр. Бұл гончарный құмыра жасайтын стол. Мысалы деген аяғына басқанда ол против часовой деп айтамын, мысалы жасаған уақытта мысалы қолыңды мынаған тірейсің. Тірегенде осы тұру керек. Бұрында мына дай мне точка опоры, я переверну весь мир деп айтады ғой. Сол сияқты сенде точка опоры болу керек. Мысалы жасағанда мысалы қол или аяққа тіреп қоясың, жаңағы бір көтерді. Ол опора болу керек. Міне істеген уақытта. Сосын жаңағындай мынау глинада. Глинаны істеген уақытта ішінде ауа болмау керек. Бір кішкентай ауа қалып қойса, ол жасап отырған уақытта ол жазылып кетеді. Сондықтан бұл саз балшықты әбден бет соғып нетіп алу керек. Мына глинаны келіп бет соғып жүрді. Қозғалмау керек қой. Бетті ыңғайлы ма алуға? Суды постоянно алып тұру керек. Жаңағы тамызды. Енді қара, қолынды малбау. Екі қолынды да малбау. Екі қолынды суды алып тұру керек. Болды. Енді қара, сразу мен қас қосам, қолын жауспа. Қолын жауспа. Айналу керек. Енді бізде процесс. Мына жерде бұлай қоясын. Сосын өзіңе атасын. Бұл бізде центровка деп айтамыз. Центровка дегеніміз ортаға келтіруіміз керек. Ең бастысы үзіп алмау керек. Мысалы, осындай тұрып центровка жасап болғаннан кейін, бізде қатты центровка жасап қойдым да, былай барып тұрсам, мына аралас болды, енді мына жайлап атты, саусақпен жайлап басты, ішін тесу болады. Мынаумен, мысалы, сассызмай да шығару болады, көпшей де шығару болады. Бұл өзіңге байланысты, сенің мақсатың қандай, мысалы. Сосын, жаңағындай, бір жағын жаңа ұстап тұр, беріп қой, жаңағындай, көпшей жасаймыз, мысалы. Оны сула, міндетті түрде сула керек. Ойбалма, мына ойбалма до конца. Сосын ақпен бүйтіп көтереміз. Ол жаңағындай выпрямление деп айтамыз, созып атып қойған, мынау деген цилиндр. Цилиндр болып шығады. Содан кейін, мысалы, қандай көпшен шығарасыңдар? Ол уже қарауға болады. Біліпсіңдер, олай қысқарады. Олай істемесіңдер, асты көтеріп болады. Қандай қолданымыз? Құмыра жасаудың әртүрлісі бар. Қолмен де жасау болады, станоксыз. Станокпен де жасау болады, жаңағындай лепкамен жасау болады. Кімге қалай ыңғайлы, енді бұрындай станок болмаса қолмен істеген атап аламыз. Болды, осындай шығара болады.
болады. Мына стекпен, мына құралдың аты стек болып аталады. Мысалы, стекпен жаңағындай бет бастағанда мысалы мына стекпен жаңағы нүктесін тазалауға болады. Мысалы, істеп дегенде мына жерде былай істеп өзіңге келтіреді ғой. Мына стекпен де істейді кейбірде. Қандай сендер мақсаттарың қандай соған білу бар. Суға кетті жаңа біздің қарыштар. Шын жаңа қатты тек басқа. Құран. Мысалы. Бұлай да шығатын болады. Глина деген мягкий. Бұл деген сен қалай істейін келе? Солай шығарып. Суламаса, несі жылы болады. Сосын талшынасы бірдей болу керек. Талшынасы бірдей болмаса, кепкенде треске беру мүмкін. Болды. Енді оған деген орнамент жасауға болады. Мысалы деген. Орнамент қалай жасаймыз? Әрбір орнаменттің өзінің мағынасы бар енді. Судың несі бар. Өзінің орнаменттен жасауға болады. Келтіріп шақыр. Жан-жан бүйтіп айналдырып істе. Все. Бірақ іштеме қатты қыста. Болды.